Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өте дәмді әрі жасалатын таңғы ас жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Батон нанымызды алып, ортасынан бөліп шығамыз. Ортасын көп емес кішкене алып шығамыз. Шұжығымызды жұқа етіп турап аламыз. Ірімшігімізді үгіткіштен өткізіп, ыдысқа жұмыртқамызды жарып салып, бір араластырып, жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын тұрған нанымыздың үстінен жұқа етіп сары майымызды жағамыз. Үстінен бір келкіп етіп шұжығымызды қойып шығамыз. Бетіне дайын тұрған жұмыртқамызды бөліп құямыз. Және де сырымызды сеуіп, үстіне қалауымызша аскөк немесе петрушканы қолмен үзіп қойып шықсаңыздар болады.
Енді 170-180 градуста қызып тұрған пешімізге 20 минутқа салып аламыз. Енді өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына қарайсыздар. Мен 25 минутта пісіріп алдым. Мінекей біздің таңғы асымыз дайын болды. Өте тойымды болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Әсия. Астарыңыз дәмді болсын.